Армысыздар қазақ елі. Бар болғаны 16 жасар қыршын кеткен Шерзат Болаттың өлімі бүкіл қазақ елінің қабырғасын қайыстырды. Аналарымыз, әжелеріміз Шерзатқа қайғырып көңіл айтты. Жалғыз қазақ ел емес, сондай-ақ шетелдегі қандастарымыз да осы істің арты не болады екен, жабулы қазан жабулы күйінде қалмас па екен, қылмыскерлер толық жазалана ма деп алаңдады. Марқұм Шерзаттың топырағы кеппей жатып, оның ағасының аяқ асты асылып қайтыс болғаны да күдік тудырды. Себебі ол жалғыз куәгер болатын. Шерзат Болаттың ісіне қатысты жақсы ақпарат тарады. Бұл жайлы Алаш.кз сайтында хабарланды. Яғни Шерзат Болат ісін Абзал Құспан мен Үнзила Шапақ секілді мықты заңгерлер айналысатын болды. Бұл туралы депутат өзінің желідегі парақшасында былай деп жазды. Қадірлі әлеумет, соңғы күндері Талғардағы Шерзат Болаттың өліміне қатысты қоғамда қызу талқылау жүріп жатқаны белгілі. Әлеуметтік желілердегі әртүрлі ақпараттардың таралуына байланысты көп жағдайда тексерілмеген эмоцияға толы жазбалар мен бейне үндеулерге назар аударылуда. Осыған байланысты әріптесім депутат заң ғылымдарының докторы Үнзила Шапақпен бірге орын алған оқиғаның мән-жайымен жете танысу үшін арнайы Алматы облысына бардық. Істің барысын зерделеу мақсатында Алматы облысы прокуроры Берік Абызбайұлы мен облыстық полиция департаментінің басшысы Мейрам Жүмкенұлымен жолықтық. Мен заңгер ретінде бұл ауыр жағдайларды құқықтық тұрғыда қарастырудың маңыздылығын атап өткім келеді. Мұндай істерде қоғам тарапынан жасалған қысым тергеу амалдарының объективті әрі жан-жақты жүргізілуіне кері әсер етуі мүмкін. Прокуратураның ресми ақпаратына сәйкес, қасақана кісі өлтіру күдігімен 11 адам ұсталғаны белгілі. Қазіргі таңда тиісті тергеу амалдары жүргізілуде. Осы іс бойынша 170-тен астам куәгерлерден жауап алынып, 40-қа жуық сараптама тағайындалып, жан-жақты тергеліп жатыр. Сонымен қатар Шерзат Болаттың ағасы Нұрқанат Ғайыпбаевтың өлімі де бас прокуратура мен ішкі істер министрлігінің бақылауында екенін атап өткен жөн. Ол бойынша сот-медициналық сараптамалар жүргізілуде. Қылмыстық істің қоғамдық маңыздылығына байланысты мен тергеу барысымен танысып, заңгер ретінде мән-жайды нақты анықтау үшін жұмыс істеп жатырмын. Бұл істің әділ әрі ашық қаралуына ықпал ету басты мақсатымыз. Алғашқы нәтижелерге келсек, облыс прокуроры Берік Абызбайұлымен кездесу барысында тергеу амалдарының барынша заң аясында және тиянақты жүргізілуін талқыладық. Облыстық прокуратура бұл істің құқықтық және әділдік принциптеріне сай қаралатынын мәлімдеп, бізге уәде берді. Алдағы уақытта тергеу барысымен ресми ақпараттар туралы қоғаммен үнемі бөлісіп отыратын боламын. Қазіргі таңда кез келген расталмаған ақпараттан аулақ болуға және ресми дереккөздерге сүйенуге шақырамын. Заңның үстемдігі мен әділдік жолында бірге болайық. Әрине, біз осындай мықты заңгерлеріміз тұрғанда Шерзат Болаттың ісі шешіліп, барлық қылмыскерлер өз жазаларын алады деген сенімдеміз. Сондай-ақ қамауда жатқан марқұм Шерзат Болаттың әкесі Қаржаубайдың ісі оңға шешіліп, тезірек бостандыққа шығатынына біз сенеміз.